Қазақстан халқына қоғамдық қоры, Қазақстан болашағына сенетіндердің бірлестігі. Біз донорларымызбен бірге ел бойынша маңызды әлеуметтік жобаларды жүзеге асырамыз. Қазақстан халқына қоры демеушілердің логотипі олардың қолдауымен жабдықталған немесе салынған әрбір нысанда қойылады. Мұндай тақтайша ризашылық пен олардың қосқан үлесін құрметтеудің символы. Қазақстан халқына қорының ең маңызды жобасының бірі ауылдық жерлерде тірек мектептердің әлеуетін дамыту жобасы. Ауылдар мен моноқалаларда 79 тірек мектеп құрылды. Тағы 56 мектепті құру жұмыстары жүріп жатыр. Жүйелі және кешенді жоба өңір, қала және ауылдағы мектептер арасындағы білім беру сапасындағы алшақтықты азайтады. Жоба 3 жылдан бері серіктестер Назарбаев зияткерлік мектебі және білім беру саласын тұрақты дамыту қорымен бірге іске асырылып келеді. Оқу кабинеттері мен спорт зал жабдықтары жаңартылған, модернизацияланған мектептерде де балалардың заманауи білімге қол жеткізуіне жағдай жасаған демеушілердің аты көрсетілген. Қор серіктестермен бірге балалардың жеке, психикалық және физикалық мүмкіндіктеріне қарамастан тең жағдайда білім алуына қол жетімді ететін және қажетті жағдаймен қамтитын оқу, оңалту және түзету жабдықтары мен жиһаздар қойылған 98 арнайы мектеп ұйымын жабдықтауға бағытталған жобаны іске асырды. Демеушілер қолдауы бізге білім беру, денсаулық сақтау, спорт және халықты әлеуметтік қорғауға бағытталған жобаларды жүзеге асыруға көмектеседі. Донорлар қолдау арқасында біз адамдардың өмірін өзгертетін мектептер, оңалту орталықтарын және спорт нысандарын жаңартамыз. Қазақстан халқына қоғамдық қоры барлық демеушіге ел дамуына қосқан үлесі үшін алғыс білдіреді. Әрбір жарна халқымыздың жарқын болашағына жасалған қадам.